Қазақта бір жақсы сөз бар адам, тең теңімен, тезек қабымен дейді. Сосын жерде мыналарға тұқымды асылдандыру үшін өзі мынандай бір принцип бар да. Хороший с хорошим дает хороший деп. Сондықтан дағы екі әлемнің қосылуы, аруақтар әлемі мен осы жер әлемінің. Ол заңдылық, өйткені көктегі аруақтар да, жердегі адамдар да бұл бір адамзат. Қазіргі уақытта екі бөлініп тұр. Ендігі жерде көктегі аруақтар әлемі келу үшін жердегі кісілер адамдыққа жетіп, мынау азғындықтан өтіп, кемелінде келіп, жаңағы аруақтарға сай болу керек та. То есть аруақтар о дүниеде рухани Аллаға жалғанып тұратын болса, адамдар осы жүрегімен осы әлемді жалғанып тұру керек. Сонда ғана аруақтардың мен адамдардың арасындағы перде алынып тастайды да. То есть қауышу болады. Бірақ ол үшін адамзат дайын болу керек. Адамзат дайын емес қазір. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Және де регрессологтар ол жаңағы пайғамбарлар емес, және де олар ғылымға, жаңағы тон киіміздің несілеріне сүйеніп, ең төменгі астральный әлеммен ғана байланыстайды да. Кемелденген мықты рухтар оларға қосылмайды. Төменгі рухтардың ішінде арсыз рухтарда, аруақтарда бәрі де бар да. Сондықтан дағы жердегі жын мен көктегі жын қосылып, не болатын өздеріңіз көріңіздер. Тем более олардың айтқанындай дін болмаса, ешқандай тәлім тәрбие болмаса, Құдайдан қорықпаса, пайғамбарлардан үлгі алмаса, не боларын өздеріңіз біліңіздер. Нағыз ботқа сорпа болатын кез сол кезде болады да. Жалпы алғанда көк пен жердің қосылу үшін жер бетінде мағдият программасы орындалу керек. То есть біз адамдарға діндердің ең қаймағын, даналықтардың ең терең ұғымын түсіндіріп, қазіргі кісілерді, пенделерді бәрін адамдық кемелдікке жеткізіп, рухани әлемді қабылдайтындай дайындықта болу керек та. Қазіргі уақытта жаңағы регрессологтардың енді ол кімді әкелейін деп атқанын, кіммен кімді қосайын деп атқанын бір Алланың өзі білмейді ау деймін. Өйткені бұлар Алланы да, пайғамбарды да бәрін сырып тастап отыр ғой. Кітаптарды да, мешіттерде мектеп ашамыз дейді, сол мектепте не ілім береді екен олар, мен оны түсінбей отырмын. Искусственный интеллект сенетін шығар, басқа әлем үшін былықшылық болайын деп тұр. Сондықтан дағы естеріңіз тез жинаңыздар. Мағдиятқа келіңіздер, мағдияттың қатарынан болыңыздар.